өз ісіңде табысқа жету үшін Геннадий Головкин қандай кеңес береді? Осыдан бірнеше жыл бұрын мен Головкиннің бір сұхбатын оқып отырғанда маған күшті бір сөз әсер етті. Ол айтады, табысқа жету үшін дейді, әлеуметтік желіде көп сөйлеме дейді. Әдетте адамдар әлеуметтік желіде жазамыз деп ойлайды. Шын мәнінде олар сөйлейді екен. Қалай сөйлейді? Түкірігін шашып агрессивті сөйлейді. Бір-бірімен қырқысады, боқтасады, кіл негатив жазады. Неге? Өйткені ол жердегі жаңалықтар сондай. Адамдардың сезіміне әсер ететін жаңалықтар. Мына әдетте түрлі пабликтер, инстаграмдағы немесе жаңалық сайттары, бұлар сіздің қамыңызды ойламайды. Олар өздерінің қамын ойлайды. Қалай? Өйткені олар мемлекеттен белгілі бір тендер алған, немесе бір жеке инвестордан ақша алған, соны қайтару үшін, міне бізде мынанша просмотр болды, бізде мынанша адам пікір жазды деу үшін олар эмоцияға ойнайтын, бірақ өмірде ешқандай мәні мағынасы жоқ надан топас жаңалықтар көп жариялайды. Ана актриса ананша байға тиді, ана актер мынанша бірдеңені шекті, ішті, құрыды, үйтті, бүйтті. Тек кіл негативтерді тізеді. Сол негативтерді тізген кезде біз әдетте ойлаймыз, біздің мемлекетіміз құрып бара жатыр, мен қазір сөйлемесем болмайды, мен қазір азаматтық көзқарасын білдірмесем болмайды деп, осындай бір иллюзиямен ауырамыз біз. Сөйтеміз де жаңағы күн ұзақ әркімнің астында ыза кегімізбен жазып жаңағы ішіміздегі жындарды шығарамыз. Сөйтіп негізгі істен біз бұрыламыз. Жасауымыз керек шаруадан қағыламыз. Сөйтеміз де иллюзиямен ауырамыз. Бұл 21 ғасырдың дерті иллюзияның қасіреті деген. Сондықтан әлеуметтік желіде көп сөйлемеу керек. Пайдалы нәрселерді алу керек, оқу керек, нақты өзіңіздің шаруамен айналысу керек. Сіз жазасыз ба сценарий, немесе кітап жазасыз ба, фильм түсіресіз ба, рилс түсіресіз ба, нақты сонымен айналысыңыз. Соған қатысты ақпараттарды ғана, білімдерді ғана оқыңыз. Қалған анау Қызылордада бірдеңе болып жатыр, Шымкентте тағы бірдеңе, Ақтөбеде анау бүйтті, тағы бірдеңе болыпты, түкке қажеті жоқ оның сізге. Ол жаңалықтарды әдейі сізге беріп отыр. Не қылу үшін? Мал қылу үшін. Шынымен мал қылу үшін береді. Әйтпесе қоғам болғаннан кейін жақсы нәрселер де болады, жаман нәрселер де болады. Ол атан заманнан болған нәрселер. Тек әлеуметтік желідегі сайттар, пабликтер соларды ғана теріп көрсеткеннен кейін бүкіл әлем құрып жатқан секілді, айналаның бәрі тынып жатқан секілді көрінеді. Негізі олай емес. Реал өмір мына терезенің ар жағындағы басқа. Ол жерде мүлдем басқа заңдылықтар жұмыс істейді. Басқа талаптар бар ол жерде. Және адамдардың бәрі жаман емес, мемлекет жаман емес.